бір адамдар айтады, ұстаз, мен дұғаны айтуды ұмытып кеттім, бірден ішіп жібердім дейді. Немесе таңертең тұрған кезде мысалға да, анау дұғамды айтуға ұмытып кеттім дейді. Негізі дұғаны айту міндетті емес, бұл әдеп. Ал сіз уже ниеттен қойғансыз ғой, ниет уже жүрекпен істеліп қойғанда. Сол үшін намазға тұрған кезде де айтады, ниет еттім, 4 ракағат намаз, ол міндет емес ол. Ол міндет емес та ол айту. Өйткені сіз уже жүрекпен түсініп тұрсыз ғой, жүрекпен өзі сол намазды оқиын деп атқаныңыз түсінікті да, ол жүрекке келіп тұр. Енді Камал ибн Хумам деген, Алла рахмет болсын, ғалым не дейді? Біз не үшін оны тілмен айтамыз дейді да? Осы тілмен айту не үшін керек? Лихудурил қалб дейді. Ана жүрекке соны сездірту үшін айтамыз дейді. Ниет еттім, 4 ракат, намазымды оқы. Ана сен өз-өзің жинап атсың да намазға кеп. Сол үшін Али радиаллаху анху дейді, намаз оқитын кезде бастамас бұрын кішкене отырған. Неге отырып атсың? Өз-өзімді жинап атырым дейді да. Мен намазға келдім, мен намаз оқиын деп жатырмын. Алланың алдына келіп жатырмын. Өз-өзіне сіңіреді да. Түсінесіз, сол үшін ғалымдарымыз айтады, намаз оқушы адам дейді, дәрет ала бастағаннан бастап уже мен намазға барайын деп жатырмын. Уже серьезный подход жасау керек та. Соны мешітке келгенде сол кезде жақсы болады да. Сол себепті оразаға біз ниетті әр күнге қыламыз Рамазанда. Ниетті әр күнге қыламыз. Оны сол кештен бастап қыла береміз. Біреуміз таңертеңнен бастап. Ал тілмен айту ол оның әдебі да. Ой, мен тілмен айтуды ұмытып кетіппін деп жаңағы. Жоқ, ол сондай бір катастрофа емес та. Бірақ осылай айту жаңағындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қалған сүннет екен.